Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі мастер-класста рафиядан осындай әдемі панама тоқитын боламыз. Прада стиліндегі осындай панама тоқимыз. Бұл 58-60 размерлі басқа арналған. Енді мен сәл кішірек размерге тоқитын боламын. 54-56 размерге. Менімен бірге болыңыздар, каналдан алыс шықтамай, тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Олай болса жұмысымызға кірісейік. Мен бүгін мына панамамды мына түсті жіппен тоқиын деп отырмын. Яғни рафиямен Эспайы деген компанияның жібі. Бежевый түсті. Осындай және де бұл рафияны 2,5 және 3 мм жүкпен тоқуға болады. Немесе 3,5 мм-ге дейін тоқуға болады. Мен 3 мм осындай күртшікпен тоқитын боламын. Және мен бұған мынандай ригелин пайдаландым. Жаңағы аймақтарын кішкене қатайту үшін. Және қайшы сантиметрлік лентамызды дайындап отырамыз. Алдыңғы тоқылған панамамды мына түстегі жіппен тоқыдым рафиямен. Бұл да бежевый молочный түс. Ал мында кішкене қоюрақ, қоңырға жақын ба сондай түс болып тұр. Осымен тоқитын боламын. Ал енді жұмысымызға кірісейік. Ең бірінші кольцо амигуруми жасап аламыз. Кольцо амигуруми тек осылай колечко жасап қоямыз. Міне, мына жіптің соңын астына қарай жібереміз де, мына екі жерді ұстап тұрамыз былай. Сосын мына жұмыс жібін алып келіп, мына тұрған ашық жерге крючогымызды кіргізіп, мына жұмыс жібін бірінші тартып аламыз былай. Сосын 3 воздушный петля аламыз. 1, 2, 3. Енді осы біздің кольцо амигурумидің ішіне 12 столбик с накидом тоқимыз. Столбик с накидом. Накид кигізіп аламыз крючоктың басына. Накид кигізіп аламыз. Şu, 4, 5, 12 столбик с накидом тоқылды. Енді мына тұрған жіптің соңын мықты тартамыз былай. Біздегі жаңа накидтермен тоқылған жеріміз круг болып қалды, домалақ болып. Енді осы басын аяғымен қосамыз. Мына жердегі тұрған 3-ші петлямен соединительный столбикпен біріктіреміз. Бұл бізде бірінші қатар. Тағы да 3 петля подъема көтереміз. Енді әрбір тұрған петляға 2 столбик с накидомнан тоқимыз. Яғни бізде 24 столбик с накидом тоқимыз. Әрбір петляға. Бізде прибавка болады уже екінші қатарда. Мына бір тұрған петляға 2 столбик с накидом. Осылай осы қатардың соңына дейін тоқимыз. Неке мен 24 столбик с накидом тоқып болдым. Енді мына тұрған соңымен басын қосамыз. 3-ші тұрған петлямен соединительный столбикпен біріктіреміз. Тағы да 3 петля подъема көтеріп аламыз. Енді келесі рядта бізде кезектеседі. Біріншісін бірден 2 петля тоқимыз. Бірінші тұрған петляға 2 столбик с накидом тоқимыз.
ылғи да солай болады әр қатарда. Одан кейін бір столбикасын әкелдім. Екіншісіне әрбір екінші петляға прибавка жасаймыз. Екі столбикасын әкелдім. Одан кейінге бір столбикасын әкелдім. Екі столбикасын әкелдім. Осылай прибавкамен үшінші қатарды тоқып шығамыз. Қатардың соңына тағы да келіп жеттім. Енді әдеттегідей қатардың соңын басымен біріктіреміз соединительный столбикпен. Мына сіздердің тоқымаларыңыз былай болып тұрғанына мән бермейміз. Мұны артынан, мына біздің кругымыздың керекті размерге жеткеннен кейін дұрыстап тұрып үтіктеп аламыз. Тағы да 3 столбик көтереміз, 3 петля көтереміз. Енді бірінші тұрғанына бірден прибавка жасаймыз. 2 столбикасын әкелдім. Енді әрбір үшінші петляға прибавка болады. Яғни екеуін дарада қоймыз. Бір-бірден столбикасын әкелдім. Әрбір петляға бір-бір. Енді үшінші тұрған петляға 2 столбикасын әкелдім, тоқылады. Бұл бізде 4-ші қатар. Мінекей. Әрбір үшінші петляға прибавка жасалады. Қатардың соңына дейін тоқып шығайық. 5-ші қатарға келіп жеттім. 5-ші қатарда енді әрбір 4-ші петляда бізде прибавка болады. Ең біріншіні бірден прибавка жасап аламыз. Бұл бізге, мына біздің кругымыз топтырмалық болу үшін қажет. Біріншісін прибавка жасап аламыз. Енді 3 столбикасын әкелдім. Дара-дара әрбір петляға тоқылады. 2, мінекей 3. 4-шісіне 2 столбикасын әкелдім, тоқылады. Яғни прибавка жасаймыз. Келесіге 3-ін бір-бірден тоқимыз. Төртіншісіне прибавка. Осылай осы қатардың соңына дейін тоқып шығайық. 5-ші ряд тоқылып болды. Енді 6-шы соңғы рядты тоқимыз. Бұнда енді әрбір 5-ші петляға прибавка жасаймыз. Біріншісіне міндетті түрде прибавка жасап аламыз. Одан кейін санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5-ші петляға 2 столбикасын әкелдім, тоқылады. Прибавка жасалады. Осылай бұл қатарды да тоқып шығамыз. Сосын 7-ші қатарда біз регелинді пайдаланамыз. Оған дейін дұрыстап тұрып үтіктеп аламыз. Қазір осы қатарда біткеннен кейін тағы да кездесеміз сіздермен. Мінекей соңғы рядты аяқтадым. Енді қыздар, осы тұрған бойда мына соединительный петлямен жалғастырып аламыз да, сәл жібімізді осылай қалып қоямыз. Сосын жақсылап тұрып, үтіктің парын қосып, немесе бетіне марлы қойып, үтіктеп аламыз. Міне үтіктеп дайындап алдым. Енді бізге регелин керек болады. Регелинді менде тірейтін жоқ болғандықтан сәл үлкенірек қылып көлемінен кесіп аламын.
мынадан бір сәл үлкен қылып кесіп аламын. Енді былай жасаймыз. Қазір мына ригеленді примерно бетіп кигіземін. Сосын осы жерден бастап қазір тоқимын. Мына екеуі қабатталған жерден бастап ұстаймын. Біріншісінде, бірінші тұрған жерден петлядан бір петля аламын да, былай жалғау үшін. Қазір өздері осылай тоқу барысында сәл бетіп тартып қойып отырамын. Енді ешқандай көз қоспаймыз қазір осы жерден. Тек қана столбик без накидамен қарапайым тоқып шығамыз. Айналдыра осы ригеленмен бірге тоқимыз. Ешқандай прибавка жасамаймыз. Біз төбесін тоқып болдық. Енді екі жандарын тоқимыз біз шляпаның. Негізі бұл ригеленді қолданса да болады, қолданбаса да болады. Енді әркімнің өзінің қалауынша, егерде жоқ болып отырса, қолдарыңызда ригелен, онсыз да пайдалануға болады. Онда бірден ригеленсіз осылай столбик без накидамен тоқып бастап кетеміз. Осылай аяғына дейін тоқып шығамыз да. Қазір егерде мына біздің ригеленіміз мына тұрған кругтан үлкен болып кетіп жатса, онда мына жерден былай тарта қоямыз. Мына тұрған артық жерінен тартып реттестіреміз. Ригелені бар жерді толықтай тоқып біттім. Енді былай тартып, тегістеп түзулікке келтіреміз. Шеңбердің кейпіне келтіреміз. Енді бізге ары қарай тоқимыз. Мына соңын әдеттегідей соединительный столбикпен осылай тіркестіріп аламыз. Біздегі алғашқы қатар 3 петля подъема көтереміз де, алғашқы қатардың барлығы әрбір петляға бір столбик с накидом тоқылады. Яғни осы қатардың толықтай столбик с накидомен тоқып шығамыз. Әрбір петляға ешқандай қоспа болмайды. Енді бізде тек қана шляпаның домалағына келген кезде ең соңғы жағында бірақ қосымша петлялар болады. Ал оған дейін бізде ешқандай қосымша столбиктар мен петляларды қоспаймыз. Осылай осы қатардың соңына дейін тоқып шығайық. Бірінші қатардың соңын тоқып болдым. Енді мына соңын басымен біріктіреміз соединительный петлямен. Мына біздің ең басындағы алынған петля подъемының үшіншісімен соединительный столбикпен біріктіреміз. Енді бізде келесі қатар сетка басталады. 3 петля подъема аламыз. 3 петля подъема көтереміз. Сосын осының қасындағы тұрған петляға бірінші столбик с накидымды тоқимыз. Одан кейін бір петля аламыз воздушный. Бір петля тастап, келесі петляға столбик с накидом тоқимыз. Осылай сетка жасаймыз. Тағы да бір петля аламыз. Бір петляны тастап, мына жерге столбик с накидом тоқимыз. Бір воздушный петля аламыз. Осылай осы қатардың соңына дейін жалғаса береді. Қатардың соңында кесесеміз. Мінекей соңына келіп жеттім. Енді соңында тағы да бір воздушный петля аламыз да қосымша. Сосын мына тұрған біздің бастапқы 3 петля подъеммен біріктіреміз соединительный столбикпен. Мына біздегі екінші қатар аяқталды.
Енді ары қарай осылай сетка қылып тоқуға болады. Бұның ешқандай қиындығы жоқ. Келесі қатарда тап солай қайталана береді. Тек қана біздің мына тұрған тереңдігі, мына жерден бастап өлшенеді. Мына жерге дейін 9,5-10 сантиметрге дейін тоқимыз. Яғни өзіңізге керекті мөлшерде тоқып аламыз да, өтіктейміз бірінші, өтіктегеннен кейін ғана белгілі болады бұл. Ал қазіргі сәтте былай тоқып жатқан кезімізде бұл жаңағы басында тоқылған сияқты былай сәл қысыңқы болып былай өзгереді. Бұны тек қана өтіктеген кезде ғана түзеленіп, өзінің формасын келтіріп аламыз. Содан кейін ғана өлшейміз жаңағы сантиметрлік лентамен. Енді ары қарай өзімізге керекті мөлшерде тоқып шығайық, сосын сіздермен кездесеміз. Мінекей қыздар, мен өзіме керек сетканы тоқып алдым. Қалай өтектегенім туралы қазір сізге видео қалдырып кетемін. Осы бойынша өтектейміз. Енді мына жерде менде ровно 10 сантиметр болды. 9,5-10 сантиметр болды. Осы кезде тоқтаймыз. Енді бізге мына шляпаның қалған бөлігін тоқу қалды. Бұл 3 ряд. Ең соңында жаңа біздің регелинімізді пайдаланатын боламыз. Енді біздің қатарға кірсейік. 3 петля подъема көтереміз. 2, менде біреу көтеріліп тұр. 3-ші петля подъема көтеремізді. Енді былай болады бізде қазір. Барлығы да бізде тегіс столбик с накидом тоқылады. Бірақ мына тұрған ашық жердегі жерге біріншісіне бір столбик с накидом тоқылады. Одан кейін мына столбиктің тура түбінен бір столбик с накидом тоқимыз. Сосын мына келесі ашық жерге 2 столбик с накидом тоқылады. Яғни бізде біріншісіне біреуіне бір столбик с накидом, кейінгі тұрған ашық жерге 2 столбик с накидом прибавка тоқылып отыратын болады бірінші қатарда. Мына жерде міне бір столбик с накидом, тағы бір көрсетейін. Мына бірінші тұрған ашық жерге бір столбик с накидом тоқылады. Одан кейін мына столбиктің бойынан бір столбик с накидом. Енді мына тұрған ашық жерге 2 столбик с накидом болып кезектесіп, осы қатарда толықтай тоқып шығамыз. Мына бірінші қатар тоқылды. Енді соңын масымен қосамыз да, келесі рядта біздерде ешқандай қосындысыз әрбір петляға бір столбик с накидом тоқылады. 3 петля подъема көтереміз. Әрбір петляға міне тұрған петляларға бір столбик с накидом тоқылады. Ешқандай қосынды болмайды. Тек қазір соңғы рядта бізде тағы да прибавка болады. Мына қатарда без прибавки тоқып шығамыз. Әрбір петляға бір столбик с накидомнан. Қатардың соңында кездесеміз. Енді бізде тағы да бір қатар бар, столбик с накидомен тоқылатын. Сосын регелинмен аяқтаймыз. 3 петля подъема көтереміз. Енді бізде бұл қатарда былай болады. 7 столбик с накидом тоқимыз да, 8-шісіне прибавка болады. Әрбір 8-ші столбик с накидом петляға 2 столбик с накидом тоқылады. 3, 4, 5, 6, 7. Міне 7-шіден кейін қазір 8-ші петляға, тұрған 8-ші петляға 2 столбик с накидом тоқимыз. Бұл бізде прибавка бар қатар және соңғы столбик с накидомен тоқылатын қатар болып табылады. Осылай енді қайталай береміз. 7 столбик с накидом әрбір петляға бір-бірден тоқылады да, 8-ші
петляға 2 столбик с накидом тоқимыз. Мінекей мына 3 қатар тоқылды. Енді тағы да мына жерін үдіктеп аламыз. Мінекей жақсылап тұрып үдіктеп алдым. Айналасы барлығы осылай тегістеліп дұрысталады. Енді регелинімді алып, мына бас жағында көрсеткендей етіп артық қылып кесіп аламын да, айналасын столбик без накидамен тоқитын боламыз. Бұл бізде ең соңғы бөлігі. Яғни осымен біздің панамамыздың тоқылу барысы аяқталады. Мына екеуін беттестіріп аламын бір-біріне. Үлкейту керек немесе кішірейту керек болса, екі жақтан тартып жібереміз немесе кеңітеміз. Енді осылай ригелинді ортасына ала отырып, ешқандай көзді қоспай, столбик без накидамен тоқып шығамыз. Мінекей мен толықтай қоршап айналдыра тоқып шықтым. Енді мен артық жіпті қиып тастаймын да жасырып қоямыз. Бұлай алып жібімізді ішке қарай жасырып шығамыз. Және де бізде мына жерде соңғы жерінде ғана емес, және мына ортаңғы жағында ішкі бетінде де мынандай жібіміз бар. Бұны да қазір жасырып, артық жерін мен клеймен жабыстырып қоямын. Мінекей. Енді осы жерін мен сәл клеймен, ыстық клеймен жабыстырып жіберемін. Жаздық өте әдемі панама беркімен әдемілеп қоямын. Міне осындай әдемі панама менімен бірге тоққандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.